Жалпы бұған дейін ел тыныш болған. Енді мына бұрын телевизордан көретінбіз. Ваххабизм тағы да басқа дегенді. Соның бір ұшқыны міне біздің Қордай ауданына да келді ғой. Мына біздің Тамагинедан не бір ваххабизмдерді ұстап атады. Ойпырмай деп қоятынбыз. Ваххабизм деген сондай екен ғой деп. Арыға кетпей қой, осы ауылдың жақсы оқыған азаматтары кеше өздерің телевизордан көріп отырсыңдар. Дәурен деген азаматымыз қандай керемет еді. Керемет оқыған, білімдар, спортсмен, менің балам болсын дейтіндей. Солар мені Қордайдағы үлкен діни жолда жүргенде, балаларымыз мешітке барып жүр. Мынау бір жақсы осы балалардан үлгі өнеге аламыз ба деп жүргенде, ваххабизм деген бәлеге орынды деп бүкіл ауылымыз масқара болды. Ел соларды ойпырмай ваххабизм бүйтетін болса балаларымызды бұзып бітті ғой деп. Қазір барсаң мына мешітке жан жақтан мысалға дағуатшыларымыз дейді. Жалаңаяқ қай молданы көрдің жалаңаяқ жүрген молданы? Не айтайын деп едің дағуатшы болып деп сұраймыз. Дағуат айтайын деп едім Құдайдың сауабы үшін. Айналайын, сен қайдан келдің? Айтатындар Пакистан, Ауғанстан. Пакистан пен Ауғанстан керемет болса ояқта не соғыс болып отыр? Біздің елбасымыздың елдің бірлігі болсын, ел тыныш болсын, ұлтаралық тыныштық болсын деген арқасында, даңғыл жолының арқасында осы қаймағымыз бұзылмай келе жатқан елміз айналайын. Сендер осы ел аралап жүріп, шаламбұлды дін бұзар деп, елді бұзбаңдар айналайын. Солар келеді. Біз аңырақай шайқасы болған қасиетті жерде тұрамыз. Ұран тастап әруақтар қолдасын деп, Жолбарыс бабамның әруағы қосылатын, Қарасай бабамыздың әруағы қолдасын деп, батыр бабаларымызды әруақта шақырып, өздеріне ұран тастап, халықты біріктіріп отқан нәрсеге әруақ сендер ештеңе істемейді. Әруақты айтпаңдар, әруақ жоқ дейді. Әруақ жоқ дейді. Айналайын, жұма күндері ең құрмаса сол ата бабамызды, өмір сыйлаған аталарымызды еске алып, сол әруақтарға бір тие берсін айтқызбаса, онда біз несін ұрпақ болып отырмыз? Сендердің оқып келгендеріңе мен қарсымын деп біз айтамыз нердегілер енді. Өтірмек біздің балаларымыздың өзі мешітке барып келеді. Әруақ жоқ, саған несімен көмектеседі дейді. Біздің атаң бар сенің. Біз баяғыда атқа шапқанда, Жолбарыс атамның әруағы қолда. Осындай атамның қолда деп кішігірім затты айтатынбыз. Оны аталарымыз үйреткені осы батыр бабаларымызды, әулиелерімізді құрметтеп жүрсін деген болады. Сонда мешітте осының бәрін жоққа шығарып үйретіп жатыр ма? Мешітке барып келіп? Қазір енді мешіттегі жігіттерден сұрасақ, жаңағы дінді әруақ сендерге ештеңеге көмектеспейді. Әруақ жоқ. Мына киімге қалай қарайсың десек, осылай киім жүрсе несі айып дейді. Қазақша киім жүрсе несі айып? Осыны біз араб елінің азаматы емеспіз ғой, біз қазақ елінің азаматымыз. Қазақтардан үйренсін арабтар. Біз бүкіл мәдениеттің бәрі бізге мына ол абайымыз дін жолын ұстаған. Қандай дін туралы тамаша, салт дәстүр туралы айтқан. Есі міне қазаққа таратқан Арыстан бабаларымыз. Оларды айтсақ Абайды айтпа дейді. Міне бүкіл қазақ мойындап отқан Абайды айтпаңдар. Ал кейбір нелер болады, жаңа жігіттерге айтады. Олар ұлттық салт дәстүрді ұстаңдар. Тілімізді ұстайық, дінімізді, ата бабамыздың сонау келе жатқан дәстүр. Соны айтамыз, осы бір жерде мына мешіттің адамдарыменен екі бетпе болып қаламыз, мынандай қарсы келіп қаламыз. Бұл енді тек осы Кенен атамыздың ауылында қалыптасып тұрған жағдай ма? Жоқ, сен дағуатшыларды көрсең қазір Атарда да мешітте қаптап жүр. Гвардейскийінде де жүр. Қордай ауданында мешітке неге кіргізеді осы мына мешіттегі адамдар? Енді айтылады. Айналайын, өткенде бір кісімен әңгімелесек айтады. Бұлардың күре тамыры тереңге кеткен. Ана жақта отырған шешен мешіттің басында. Ол ана Шешенстанда соғыс аштырып келген бәле дейді. Соларды естіп аламыз да шошимыз біз деген. Айналайын,
не бір қазақ сол орталық мешітке имамдың орынбасарына табылмады ма? Анауға бел бүлдірсе қайтеміз деп біз есіміз шығады. Өтірік десек, интернеттен қарасаң, толып тұр жаңағы туралы информация. Айналайын-ау, сонда бізге кімді алып келіп, мешіттің басына алып келіп отыр, ертең сүтті үйіп отырған елімізді бұза ма деп қорқамыз. Қазір мысалға ауылдан мешіттен балаларды оқытып отыр, арабша. Бәрі жаңағындай қазақтың көйлегі емес, әкем қазір шықшы міне. Міне бүгін мешітте кәдімгі киініп алған балалар. Арабша ғой. Бұл дайын жаңағы келген дағуатшыларға дайын нәрсе, ертең құлар десе құлайды да қалады. Қаншама біздің менің жолдастарым айтады, балам екеміз дейді, мен баламды оқытып жатырмын дейді. Мен де балаларымды 3 студент оқытып жатырмын. Соның жолдастары бар. Мына жақтағы басқа да несі. Оқытып жатырмыз. Солар ертең жаңағындай жолға түсіп кететін болса, біз осы қайтсек сол балалардан бақытты басқадан іздеме, баладан іздеме, осы балалардың үміт арманымыз сол. Осылар жақсы азамат болып елімізге бір келсе екен дейміз. Кейбіреудің балалары әкесіне қарсы шығып, сіздің ұстап отқаныңыз дұрыс емес дейді. Біз бәрімізді күндіз-түні осы ақшамызды тауып, соны оқытамыз. Ал солар оқуды тастап кетіп, мынандай сақал қойып, мұрт қойып шыға келсе не болды? Қазақтың салтында менің түсінігім бойынша бозбала, бой жеткен деген болған, елағасы дегендер болған. Оның қара сақал, ақ сақал болған. Сол арқылы қастерлеген. Әркімнің өзінің заманына қарай, өзінің жаңағы возрастына қарай келген кезде қойған. Айналайын, 5-тен бері шықпаған 17-тегі бола, мынандай сақал қой болады. Не аты екен, аты деп айтарың білмейсің. Не ана жанындағы не жауып алған келіншегін көрсең, апа деп айтарың білмей есің шығады. Айналайын, қыз балаларымыз өсті ғой, керемет. Жаңағы мынандай. Қашаннан бері мында? Әлімсақтан. Айналайын, сен енді алдағы сақал ерте ғой, сен жас жігітсің ғой. Деймін мұсылманмын. Мұсылман болғанда сен алдағы аяғын жап-жалаңақ. Мұсылманның молдасында, қазақтың молдасында жалаңақ молда көрген жоқпыз айналайын. Аяғын қысқа шалбар киіп отыр, мынандай. Чортық. Сақал бәрі нақ, жақсы. Мұрт жоқ. Алдағы мұрт не қызып жүреді. Бұлар тамаққа мен. Енді сақалға мен шет етпеймін, сақал деген кетіп қалған ғой дейін айналайын. Или қысқарт. Қазақта айтады. Шаш өскеннің, сақал өскеннің елі кәпір деген. Тырнақ өскеннің өзі кәпір деп айтқан. Сондықтан алда сақалыңды айналайын. Тый, қаншама жігіттерімізді айтып жатып бұрып алдық. Тамаша жігіттеріміз бұзылып баратыр біздің наш. Мен балам түсінбейді, барып кетті. Сен не бар деп жатырсың десем, елдің балаларының бәрі барады ғой. Сен өзің кезегіңде барасың, қой енді балам деп мен алып қалдым. Қаншама бала уланып жатыр. Ол жақсы имандылық жолында болса, қош қой енді. Көзімізбен кешегі Әлімбетов әкесі қандай қызмет істейді, шешесі қандай қызмет істеген, солар ана жаққа кіріп кетті да, міне Әлімбетов деген не болды енді бақсы. Осы баласына қызғыштай қорған бірден бір азамат қой. Оқытты, соны шоқытты. Енді қызығын көрем дегенде, мынандай қырында. Бүкіл елге масқара болды. Осы отырған осы ауылымызға бір өзбек келді, стройкамен. Енді келіп отыр ғой. Сол келгеннен кейін уағыз айтып кетті. Уағызының естісең шошисың. Соны кейіннен білсек, жаңағы сендерді қалай айтады? Дін жолында ма, осы тілшілер, миссионерлер дей ме? Сондайлар адамдар екен. Балаларымыздың талай бұзылып кете жаздады. Қазір қаншама бала бұзылып тұр. Соны мешітке кіргізіп жібереді. Мешітте айтып отыр. Мешітте имам айту керек. Менің түсінігім бойынша. Халықтың адамы. Ал ол осы мешіттен келіп уағыз айтады. Ал осыны құзырлы органдардан рұқсатымен келу керек. Қадағалау бола ма? Біз әрқайсымыз өзіміздің бала шағамызға ие болуымыз керек. Елбасымыз осы тыныштық болсын дейді. Осыларды кіргізбеңдер дейді. Осылар ақша беріп өтіп кетеді ғой деймін. Міне біздің мешіттерге, көрші ауылдың мешіттеріне де кіріп кетеді. Егер де бұны
Қазір міне біздің әкімшілікте жаңадан әкім келіп отыр. Бәрімізге табысталды. Өзіміз шештік. Егер де сырттан адамдар келетін болса, прокуратурадан қағазы болмаса, орталық мешіттен ұлықсат қағазы болмаса, ішкі істер бөлімінен қағазы болмаса, прямо участковыйға табыстауға басқа неміз қалмады енді. Жаңағыларға айтатын болдық өзіміздің балаларға. Көрсет, қағазың бар ма сенің? Егер де осыларға бір құзырлы органдардан бір бақылау болмаса бар ма, мынадан да сорақысын шығарады олар. Өте грамотный адамдар келіп жатыр уже. Мұның алды жақсылық емес. Ақылды деген азаматтарымызды қылып жатыр. Оқыған. Сен қазір баршы, қаншама институттарда балалар мешіттерге не қылып жатыр, сақал қойып жатыр. Соның бәрін біз оқытып жатырмыз ғой. Біздің ақшамызбен оқытып, елге адам болсын деп тұрмыз. Имандылық жолында жүріп баламыз деп қуанамыз. Ал ертең сол бақавес болып келетін болса, елдің ішіне алауыздық орнайды ғой. Сондықтан да әр қайсымыз, менің ойымша, балаларымызға, семьямызға сақ болуымыз керек біріншіден. Ертең орын толмас өкінішке айналмау керек ол. Оларды кіре беретін болса, халықты бұзады біздің. Қазірдің өзінде ауылда екі түрлі. Біз бір жүйеге келуіміз керек. Дін жолында біздің имамымыз айтты ма, ауылдағы имамымыз? Солай болу керек. Дін, ол тәрбиеліктің мәні жақсы, жұпар исан қып тұру керек. Мына біздің Әбсаттар ағамызға да сырттай ғана білеміз ғой. Неге осы діни кітаптарды көп шығартпайды, діни кәдімгі шығыстың жұлдыздарын, ақылды қазақтың ұлдары болған, тек қана мешітке жинап, мешітті не қылғаннан басқа, президенттің жанында былай жүргеннен басқа ештеңені көрмейміз бізде. Сол бір жақсы бір уағыз тарататын қазақта одан басқа адам жоқ па? Неге бір керемет бір тұлғалар бар ғой бізде? Қазақтың баяғы Шыңғыс ханның дәуірінде де біздің қазақтар мыңбасыларын сайлаған, хандарды сайлаған екен қазақтар. Арабияға да барған. Білдің ме? Сонда ұлы тұлғаларымыздың кітаптары, шығыстың жұлдыздары, не бір ойшылдарының ойлы кітаптарын жазбайды. Бірінен бірін көшіріп, аналарды вахабизмнің кітаптарын әкеп таратып оқысаң шошисың сен. Вахабизм деген, ол деген кәдімгі күшпен бағындыру ғой. Балаң тыңламай атады кейде. Міне кейбіреудің балалары тыңламайды өзінің әкесін. Сіздің айтқаныңыздың бәрі шірік дейді. Шірік несі? Шірік па, мынауың шірік па? Айт дейміз жаңа. Жоқ, сіздер дін туралы білмейсіздер дейді. Білгенде сендердің қарқып отқандарың шамалы ғой, айналайын деп айтамыз. Мен айналайын. Сақалыңа да рахмет, басқа жаңа рахмет, тек қана оғыңды білші. Қашан елбасы сақал қояды деп айтады, сол кезде қоясың өзің. Әйтпесе елдің тыныштығын ойлады. Ешқандай ең жақсы адам өзінің қоршаған ортасына зиян тигізбеген, Құдайың кеудеңде болсын, жүрегіңде болсын жаным. Сен сақалыңа қарап тұрған жоқ, киіміңе қарап тұрған жоқ. Жүрегіңмен қабыл ал, жүрегің таза болса, бітті. Алла тағаланың сені сақал қой, 40 метр ала шапан ки, одан сен керемет болып азамат болып кетпейсің. Жүрегің таза болсын, имандылығың жүрегіңде болсын. Басқа жерде не қыласың? Деп айтамыз. Басқа не айтамыз? Осындай ел білінбесін дейміз азаматтар. Сендер елдің оқыған азаматы болғаннан кейін шапағатымен істесе екен осы төңіректерге. Балаларымыз бұзылмаса екен, еліміз тыныш болса екен деген азаматтармыз.